Қайырлы күн оқушылар. Бүгін физиканың бір тамаша бөлімі, кванттық физикаға талдау жасайтын боламыз. Бұл физика пәнінің мұғалімдеріне сабақта көмекші құралы ретінде қолдануға ұсыну. Мақсатымыз оқушылардың физика пәнінен қосымша терең білім алуына мүмкіндік беріледі. Оқушылар тақырыбы бойынша видеоларды көріп, құбылыстарды жете түсінуге, жеке бөлімдерді өзіндік жұмыс, тест тапсырмалар орындау арқылы білімдерін қалыптастыруға мүмкіндік болады. Осы орайда ұсынатыным менің каналымдағы 69-дан 71-ші видеоға аралығындағы видеоларда квант-тест, ұстаздарға арналған квант-тест, олардың шығару әдістері көрсетіледі. 21-ші видеода кванттық физика тақырыптарына фотоэффекті, Столетов тәжірибесі, Эйнштейн теңдеулерінің құбылыстары жайлы толық мәліметтер беріледі. 59-ші видеомда осы БЖБ жазудың үлгілері көрсетіледі. Енді осы кванттық физикаға бүгінгі арналған біраз формулаларды айта кетейін балалар. Ертең болады H-ню. Бұл фотонның энергиясы деп аталады. Мұндағы H планк тұрақтысы 6,63 дәрежесі жол көбейтілген секунд. Фотонның 4 энергиясын бердім. EU, mc квадрат, mv квадрат бөлу 2 H-ню деген. Ал жарыққа түскен H-ню энергия шығу жұмысымен ең үлкен кинетикалық энергияның қосындысына тең болатын. Үшінші Эйнштейн теңдеуін қолданатын боламыз. Мұндағы А шығу жұмысы H-ню минималға тең болады. Лямбда арқылы жазатын болсақ, А тең болады, H-сы бөлінген лямбда минимал. Бұл шығу жұмысының формуласы. 5-ші ню минимал А бөлінген H, бұл қызыл шекара деп аталады. Фотоэффекттің қызыл шекарасы. 6-ші есепте фотонда импульс болады. Импульс деген масса мен жылдамдықтың көбейтіндісі, немесе H бөлінген лямбда. Жарықта қысым болады. П тең болады I бөлінген С, немесе 2 I бөлінген С. Екінші формула бұл айна ақ бетке түскен кезде 2 еселенген импульс беріледі. Бұл жарық қысымы. Енді фотонның массасын анықтаған кезде mc квадратты H-нюға теңестіруге болады. Сондағы масса H-ню бөлінген С квадрат. Лямбда тең болады H бөлінген П, бұл де Бройль әгіндегі толқындарына арналған формула. Ал осы кванттық физикадағы негізгі ұғымдарды, негізгі құбылыстарды қарастыратын болсақ, фотоэффекті, жарықтың химиялық әсері, фотосурет жайлы мағлұматтар алатын боласыңдар балалар. Енді арқарай келесі мынандай есеп беріледі. Рентген түтікшесінде 50 киловольт кернеуге жұмыс істейтін сәуле шығарудың минимал толқын ұзындығын табу керек. Бағана өткен жолы мен айтып кеткендей 4 энергия бар. Сондағы EU-ды H-нюға теңестіруге болады балалар. Енді өздерің өз бетінше орындайтын есепті шығаратын боласыңдар. EU-ды H-нюға теңестірген кезде нюді С бөлу лямбда арқылы өрнектейміз. Лямбданы табамыз. Дәл сол сияқты екінші есептерінде лямбда берілген масса H-нюді mc квадратқа теңестіреміз. Толқын ұзындығы 2 есе кемісе потенциалдар айырымы қалай өзгереді? EU-ды H-нюға немесе H-сы бөлу лямбдаға теңестіреміз. Арасындағы тәуелділікті анықтаймыз. Фотоэффектінің қызыл шекарасы 6,14 дәрежесі. Кернеу берілген 3 вольт. Жарықтың жиілігін табу керек. Жиілігін нюді табамыз. H-ню тең болады. А плюс mv квадрат бөлу 2 формуласын қолданамыз. Бізде шығу жұмысы жоқ. Шығу жұмысы мына H-ню минимал арқылы тауып аламыз. mv квадрат бөлу 2-ның орнына EU-ды қоюға болады. 5-ші есебімізде кейбір металл үшін фотоэффектінің қызыл шекарасы берілген, толқын ұзындықтары берілген.
Сондағы кинетикалық энергия h ню тең болады a плюс mv квадрат бөлу 2 формуласындағы екінші қосылғыш mv квадрат бөлу 2-ні табамыз. Немесе h ньюдан аны азайтамыз. Жетінші есептерімізде қуат дегенім аның т-ға қатынасы. Аның орнына энергияның сақталу заңы бойынша h ньюді қоюға болады. H ню бөлінген т. Бұл бір фотон үшін бізде мынандай n фотон бар. Сондықтан мынаған көбейтетін боламыз. 8-ші есебімізде 2-ден 3 КТ молекулалардың орташа кинетикалық энергиясын h ньюға немесе h бөлу лямбдаға теңестіреміз. 9-ші есепте mc квадратты h ньюға теңестіріп массаны табамыз. Энергияны mc квадратпен де таба салуға болады. Сол сияқты балалар, Эйнштейннің фотоэффектіге арналған екінші теориясын қолданып, h ню тең болады a плюс mv квадрат бөлу 2 формуласы бойынша жылдамдықты анықтаймыз. Шығу жұмысы электровольтпен берілген. 1 электровольтта 1,16 дәрежесі джоуль бар. Джоульға айландыру керек. Ньюді табамыз. А тең болады h ню минимал формуласы бойынша ню минималды 11-ші есепте шығару керек. Он екінші есебімізде қуат аның т-ға қатынасы. А дегенім h ню бөлінген т. Ньюді с бөлу лямбда арқылы өрнектеу керек. Және бірнеше фотон үшін секундына 100 импульс шығарады. Оның шығу жұмысы электровольтпен берілген. 13-те h ню бетке түскен энергия, ода электровольтпен берілген. Джоульға айландыру керек. mv квадрат бөлу 2-нің орнына eu-ды қоямыз да, сондағы u-ды табамыз 13-ші есепте. 14-ші есебіміз фотоэффектің қызыл шекарасына арналады. А тең болады h ню минимал 15. Столетовтың Эйнштейннің фотоэффектіге арналған теңдеуін қолданамыз. h ню тең болады a плюс mv квадрат бөлу 2. Сондағы екінші қосылғыш болып тұрған жылдамдықты табамыз. 16-ші есебімізде натрий пластинкаға ұзындығы 200 нанометр монохроматты жарық түскен. Шығу жұмысы берілген А 4 электровольтқа тең. Осы металдардан электрондар ұшып шығаратын тежеуші кернеудің шамасын анықтау керек. Оды табамыз. Міне балалар, сендерге 16 есеп ұсынып отырмын. Жоғарғыдағы формулаларды қолданып, осы 16 есепті шығарамыз. Осы есептер түсінікті болса, біз кванттық физиканың тақырыптарын меңгердік деп есептеуге болады. Егер сұрақтарың болса, комментарий жазып сұрауларыңа болады. Мен әркез сендерге түсіндіруге дайынмын балалар. Білім әлемінде келесі кездескенше назарларыңа рахмет.